Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай керемет тоқаштар дайындайтын боламыз. Достар, мен тоқаштарды дайын морозильниктен алып шыққан қамырмен, нанмен жасайын деп жатырмын. Жаңағы жоғарыда қандай ингредиенттер керек екенін осы қамырға жазып кеттім. Ал егер де видеосын көрем десеңіздер, каналымда толық осы нанды қалай илеу керек екенін видеосы бар. Міне осылай қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп аламыз да тоқаштарымызды жасауға кірісеміз. Барлығын жасап болған соң бетін орамалмен жауып бір 10-15 минутқа көтерілсін деп қойып қоямыз. Нанымыз көтерілгеннен кейін бетіне осылай жұмыртқаның жылтығын жағып қоямыз. Мен бетіне осылай кунжут себеледім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеуге болады. Енді тоқаштарымызды 180 градус қызып тұрған духовкаға 25-30 минутқа қоямыз. Духовкаларыңыздың мощностына қарай көресіздер енді піскенін. Міне біздің тоқаштарымыз дайын. Осындай өте керемет, жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.